Бір күнде тағдырыңды өзгертуге бола ма? Бір түнде өміріңді өзгерте аласың ба? Айсұлудың өмір жолы жап-жақсы басталған еді. Мектепте оқушылардың алды болды. Оқуда озат, ән күйден 5, тәртібінде мін жоқ. 15-16-ға келгенде бәдені айқындалып, сыланып шыға келді. Кеш батса болғаны, мұның үйінің маңайы ысқырған бозбалаға толып кетеді. Шешесі, ысқырмаңдар, іштеріңе жол тыйылды ма? Деп қолына түскен нәрсемен түбіт мұрт жеткіншектерді қуумен әлек. Кілең жөлекпенің назарын үйіргенде қыз өзде үйренді. Қысқа етек көйлегімен көшені бір айналғанда борбайына бозғырт біте бастаған не бір ай бозым айға қарап ұлыған көкбөрінің күйін кешеді. Арманы Алматыға оқуға бару. Аттестатын алып, енді пойызға шыққалы отырғанда әкесі кенеттен көз жұмды. Келер жылы шалының жылын берген жазда шешесі де ауырмай сыздамай, ұршығын иіріп отырған күйі үзіліп кете барды. Бірінен кейін бір соққы жас қызды есеңгіретіп тастады. Бірге оқыған Асқарды іштей ұнататын. Ол мұндай аруға қолын қайдам жетеді деп жүргені ме? Айсұлуға деген іңкәрлігін білдіре алмады. Көршідегі Самат ештеңе деп емеурін танытпаса да, әкесі мен шешесінің қазасы үстінде қалбалақтап қасында болды. Келген меймандарға шай қойды. Етті де жіліктеп, табаққа салудың жайын жақсы біледі. Айсұлу шақырса болды, бар жұмысын ысырып тастап, осы үйден табылды. Шыққыр көзі қайдан көріп қалғанын. Кешқұрым ала сиырының бұзауын айдап келе жатып, клубтың алдында ағаш орындықта Асқардың бір қызбен сүйісіп отырғанын көрді. Жүрегі быт-шыт долдана жылап үйіне жетті. Бұзауды енді үйіне қарай айдады. Енесінің бауырына салып жіберді де тамақ ішпестен жатып қалды. Содан кешке дейін жатты. Жастығы жастыққа шыланды. Төбеге қарап бір нүктеге қадалып, сүлесоқ кейіпте іштей арпалысты. Сиқыр етіп сыртқы есік ашылғандай болды. Кім бар ей? Саматтың даусы. Айсұлудың бөлмесінде сылдырмақ перде тұтулы тұратын. Соны сылдырықтатып Самат ішке енді. Жарықты жақпақ болып, оң жақ қабырғадағы түймені түртпектей басып еді. Айсұлу ақырын ғана «Жақпай-ақ қой» деді. Самат состиып тұрып қалды. «Бер жақындашы». Самат қара көлеңкеде қыздың үні шыққан жаққа қарай елпеңдей бергенде сүрініп кетіп, төсекке етбетімен құлады. Орнынан тұрмаққа, басын көтермекке талпына берген жігіттің қолына қыз жармаса кеткен. «Сен мені аласың ба? Мен сені...» Саматтың одан ары сөйлеуге шамасын келтірмей, Айсұлу жігітті құшағына тартты. Көзінен, мұрнынан, ернінен аймалап сүйе бастады. Өзі төртпақ келген жастайынан қарулы Самат, армандап жүрген аруы ойда жоқта құшағынан табылғасын жемтігіне шүйліккен бүркіт құсап, аш көздене ұмтылған. Бір күнде тағдырын өзгертті. Бір түнде өмірін өзгертті. Біреуге қарап, біреудің тағдыры өзгере ме? Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі атты әңгімесінде әуре боп неге бітті ажар көрік деген өлең жолдары бар ғой. Құдды сол тәрізді. Алла тағала да Айсұлуға айрықша ажар көрік сыйлаған еді. Нағыз ай қабақ, алтын кірпік, қызыл еріннің өзі, үлбіреген ақ жүзі, ағынан қарасы көп көзі, қыр мұрыны мен белуарына түсетін қолаң шашы, қара жатқанның балтасын, келе жатқанның кетпенін алып қалуға жарайтын. Айсұлу Саматқа тұрмысқа шығып кетіпті деген хабарды естіген күннен бастап, Асқар араққа салынды. Ауылдағы кешкі отырыс, той-томалаққа барып жүріп, Самат та ақаңды сілейтетін болды. Қызғаныштан
Айсылудың бетіне әлдебіреу сәл қарап қалса болды. Самат шиыршық атып шыға келеді. Көзі ақиланып, 200 грамдық қырлы стаканға толтыра құйылған арақты аранына жөнелтеді. Содан ұлан айғай, бықпырт төбелес басталады. Отырыстың шырқы бұзылады. Біртіндеп Айсылу ондай жерге бармайтында болды. Бойына піна біткелі, келіншек өзгеше ермек тапты. Магнитофоннан әдемі музыка тыңдайды. Көркем кітаптардың бірінен соң бірін тауысып тастайды. Әсіресе өлең оқығанды жақсы көреді. Бұрынғыдай той-томалақ, отырыстарға бармаған соң Саматтың да шаруасы оңала бастады. Совхозға келген су жаңа водовозы астында ферма меңгерушісімен бірге малшыларды аралауға кетеді. Жүргенде жөрге білінеді дегендей, кейде барған жерінен бір қойдың етін, бір сиырдың жілігін алып келеді. Келіншегінің аяғы ауырлағанда іштей қуанып жүрсе керек, бір күні ауданға барып, әдемі коляска сатып алды. Қоя тұрмадың ба? Ырымға жаман деп шешем айтушы еді. Ырым-пырымыңды білмеймін. Осыдан ұлтусаң, атын Ахат қоямын. Ахат Саматович болады. Совхоздың директоры болады. Өзің көлік айдайсың, рульде жүргенде ішпей-ақ қойсаң болмайды ма? Енді кішкене нетпейтін күнің бола ма осы? Айсылудың даусы қатайған сәттен Самат сырғақтап зыда жөнеледі. Сыйлағаны шығар, сүйгендіктен бе? Сөйтіп жүргенде СССР тарап кетті. Совхоз да тарады. Дүние мүлік жекешеленіп бөліске түсті. Саматтың водовозы Асқардың оң жамбасына бұйырды. Шарасыз еркектің қолынан не келеді? Ішуден басқа не? Есіктің алдындағы қоқыс тастайтын бөшкеде босап қалған шөлмектер көбейді. Қырсық бір айналдырса, шыр айналдырады. Бір күні ойда жоқта үйдің маңына гүр етіп бір мәшине келіп тоқтады. Күйеуім келіп қалған шығар деп алаңдай басып, сыртқы есікке беттеп келген Айсылуға Асқар келген екен. Қызу: Айсылу, мен саған өлердей ғашықпын. Асқар: үйіңе бар. Көшедегілерден де, көршілерден де ұят болады. Ұятыңның әкесінің аузын ұрайын. Сүйемін, жақсы көремін деп айта алмадым. Енді айтамын. Мен тұрмыстамын. Аяғым ауыр. Білем ғой бәрін. Еркек таппағандай сен Саматқа неге шықтың? Өлтірейін бе оны? Асқар: қой деймін, елден ұят. Ойнастарыңның үстінен түстің бе? Қайдан шыққаны белгісіз, сайтандай сап еткен Самат та келе қалды. Келе Асқарға тұра ұмтылды. Нағакеңнің аузын нағыз оңбаған екенсің. Ұсталдың ба белем? Мен жай келдім, кетем қазір. Иттің баласы, қолыңда өлейін. Біреудің қатынында нең бар? Екі жігіт бір-бірінің жағасына жармасып, қып-қызыл төбелес басталып кетті. Ажырата алмай Айсылу әлек. Екеуінің де бет аузы быт-шыт болды. Саматтың сойдақтысының бірі түбінен сынып, сырт етіп есік алдында жатқан қаңылтыр итаяққа түсті. Асқардың көз алды көкпеңбек болып, оң қабағы жыртылды. Қойыңдар, тоқтаңдар, қалың елге масқара болдық қой, деп Айсылу жылап жіберді. Айсылудың жылағанын көріп, Асқар шегіншектеген бетте көлігін оталдырып, үйіне қарай жылыстады. Солығын баса алмай селкілдеп отырған Самат келіншегінің соққының астын алды. Мәс саған қаншық, көрсетем саған ойнас жасағанды. Ішім сезіп еді. Самат: мен саған адалмын, балалы боламыз. Кімнің баласы екенін ит біле ме? Көзімнің тірісінде бақырайтып қойып ойнас жасайсың. Атаңа нәлет мәс саған, көзіңе көк шыбын үймелетемін. Үстіне ұрып жатыр. Айсылу үшін ұстаған күйі екі бүктеліп құлап түсті. Қатты ашудан көзіне қан үйірілген Самат жас әйелдің ішінен теуіп тастады. Көрші Елубай ақсақалдың ескі москвичмен есінен танып қалған Айсылуды Самат аудандық ауруханаға барды.
сағат реанимация бөлімшесінің алдында көзінен жас сорғалап күтсе керек. Көк халаттың түймесін ағытып, реанимациядан шыққан дәрігер сұсты жүзбен, оқты көзбен Саматқа қарады. Сіздің әйеліңіз бе? Дәрігер, жағдай қалай? Тірі ме? Бала ше? Баланың өмірін сақтай алмадық. Анасының жағдайы ауыр. Жанаман қалса болды, Құдай берсе бала болар. Өкінішке қарай, әйеліңіз енді бала көтере алмайды. Самат құлағы шыңылдап, көзі қарауытып, тынысы бітеліп, төбесінен әлдебіреу қосқалдап ұрғандай есеңгіреп отырып қалды. Сіз неткен сұлусыз, айдай сұлу, айсұлу, жан дүниесі байсұлу, осыған дейін ауылда көрінбей жүрген қайсұлу. Үстіне ала пиджак киген, алқызыл галстук таққан, ауданға келген құрметті мейман рюмкаға меймілдете құйған коньякты тіктіріп тартып жіберді. Тіске басарға үстелдің үстінен бірдеңе іздеп еді, әбден кісі күтіп, әккі болып қалған аудан басшысының орынбасары шанышқыға бір түйір қазы мен қиярды қоса түйреп, мәртебелі мейманның аузына тоса қойды. Толық шайнар-шайнамастан қылғытып жұта қалған ақын қойын кітапшасын суырып алып тамағын кернеді. Ақиқатты айтсын деп тілді берген. Солай емес пе? Сіздей сұлуға арнаған жырым. Рұқсат етсеңіздер оқып берейін. Оқыңыз, оқыңыз. Мұндай сұлу жанға жыр түгілі өмірді де арнауға болады. Зәмәкім зуылдап жатыр. Так, оқиын. Осындай әдемі қыздарға өлең арнамасам, несіне ақын болып жүрмін? Жанарың жауһар, жүзің гауһар жарығым. Ағдидардан тектілікті таныдым. Періштедей үлбірейді ақ жүзің, сенсіз мынау өмірімнің бәрімің. Қалай? Керемет емес пе? Сізге поэма арнағым келеді. Тек алдыңыздағы рюмкеден сәл-пәл алып отырыңызшы. Ішпейтін едім. Адам ішейін деп шеме? Осындай мөлдіреген қазақ қыздарын көргенде не төлкі арақ, уда ішуге болады. Айсұлу, аздап алшы. Бір-екі ұрттағаннан кісі құрттап кетпейді. Орынбасар әкім де қыстай түсті. Алмасаңыз ренжимін. Сіз үшін неге болса да даярмын. Алып қойыңызшы. Ақын да өлердегі сөзін айтып жатыр. Екі адам екі жақтан қиылғасын, онсыз да қам көңіл жүрген келіншек кісі көңілі қалмасын деп аздап ұрттады. Дегені болған ақын әр тос сайын лепілдеп өлең оқыды. Махаббат жырлары жүрек қылын шерткендей, бәр сұлу келіншекке арналғандай. Біраздан соң Айсұлудың басы айналды. Сыртқа шыққысы, үйіне қайтқысы келді. Мен қайтайын. Айсұлу, өзіңмен бір әңгіме бар. Анау бөлмеге барып сөйлесейікші. Айтарыңызды айта беріңіз, бір ауыз ғана. Ақырын көрші бөлмеге өтті. Аудан әкімінің орынбасарын бір-екі рет сайлау кезінде клубта көргені бар. Сымпылдаған жігіт. Бүгінде жанарын қоярға жер қоймай осында ертіп келген. Астанадан атақты ақын келді. Депутаттыққа түсіп жатыр. Кейін көмегі болады. Қасында болшы, шығармашылық адамы деген бөтен қой. Оларға табақ-табақ еттің қажеті жоқ. Жылы-жылы қабақтың да бір болса жетеді. Деп өлердегі сөзін айтқан. Самат вақтада 15 күнде бір оралады. Келгені бар болсын, бар тапқан таянған достарымен қосып алып, арақ қылып ішіп, картаға жұмсайды. Айсұлу көптен бері сыртқа қадам аттап шықпаған. Оның үстіне бұл ақынның аты да, дауысы да, туыстары да жақсы таныс. Кей өлеңдерін мектепте жүргенде жатқа айтатын. Аскем отырып қайтуға бекініп келген еді. Айналайын Асылу, құлдығың болайын. Мына кісі тегін адам емес, елдің адамы. Сені ұнатып қалған. Қасында бол, қазір кетеуім. Екеуің сырласып, өлең тыңдап отырсаңдар, ақыңды жемеймін. Мынау $100 ал,
Мені ақшаға сатылады деп тұрсың ба? Енді керек болады ғой. Қалғым келсе өзім-ақ қаламын. Айсұлу $100 ақшаны жігіттің төс қалтынасына сүңгітті. Мынаны бір жеріңе тығып қой. Бәсе, ақылың көп қой. Мені ұятқа қалдырма. Коньяктың буыма, әлде мына өмірден әбізден запыста болған көңілін серкізгісі келді ме? Айсұлу аяқ астынан шешім қабылдады. Қайта бер, қонақ күтуді білемін. Қайта оралған Айсұлуды көрген ақынның көзі оттай жайнады. Жаным, айым, күнім деп еркелете бастады. Не бір сұлу сөздің кестесін тоқып жатыр. Еш қинаусыз, жалынып жалпаюсыз бір-екі рюмка тартып жіберді. Өмір естімеген жалынды сөздерден бас айналды. Самат байғұс мұның бірін де айтпады ғой. Жатын бөлмеге енгенде ақын мұның алқымынан өбіп, анарын қысып, аймалап сүйе бастағанда Айсұлу маған енді бәрібір деп ойлады. Қарсылық көрсеткен жоқ, денесі оттай ысып, демі бітіп, әулетті еркектің дегеніне жетпей қоймайтынында сезді. Талай сұлуды құшып, талай тотайдың төсін тегістеген ақын тән рахатына бөленудің талай тәсілін біледі екен. Әуелі екі көзден кезек-кезек сүйсе болар ма? Құлағына не бір құшыр қандырар әдемі сөздерді сыбдырлай айта ма? Ерінен үздіге сүйеді ме? Құдай-ау, Самат сорлыдан көрмеген аймалау амалдарына жаны рахаттанып, тәні тәнті болғандай күй кешкені несі. Бір қолмен анарын, екінші қолмен бөксе тұсын сипалап, кіндік тұсқа келгенде домбырамен күй тартқан күйшінің ептілігіндей ерке қимылдар жасап, қайғайған денесін босатып, дел сал қалыпқа келтірген еркек сұлу келіншектің кепкен аңқысын қандырудың барлық амалын жасап жатыр. Үстіне бір-екі рет шығып, қор ете түсе қалатын күйеуінде емес. Басқа әлем, басқа арғақ, басқа күй. Келіншек ыңырсып, ыңқылы күшейіп, үстіндегі еркектің әр қимылынан ләззат алып, екі көзін жұмған күйі елтіді де қалды. Қиялы шарықтап, Асқар екеуі әлде бір теңіз жағасында қол ұстасып, су шашып, жүгіре басып жүргендей ме? Қалай? Теңіз толқыны екеуінде кезек-кезек тербеп жатқан сияқты ма өзі? Оттай ыстық демге шарпылып, тынысы бір бітіп, бір үзіліп кеткендей ме? Жағада екеуі де анадан туғандай тыр жалаңаш қалыпта аймаласа қалғандай. Ұят-ау, ұят аят атауларына асау теңіздің толқыны жұтып жасырып қойғандай. Апырау, мұндайда болады екен-ау деген ойдың түйсік тұсына келгені кез кеткен де тез. Әйелдік іңкәр әлемнің қақпасы ашылғандай, сол қақпаға ешкімнен ұялмай қызармай, Хауананың көйлегін киіп енгендей, адам атаның үйреншікті қимылы жанға қуат бергендей, әлде бір нәзік ағыс 62 тамырын бүлкілдете үйіріп алып бара жатқандай, толқынға толқын қосылып, әлде әуен, әлде күй, бесікте таңылған сәбидің қалпысына түсіріп, тербете түскендей. Тән рахаты осы ма деген тосын сұрақты еркектің ырсылдаған дыбысы жұтып қойғандай. Мүлдем бейтаныс, бірақ соншалықты ыстық ләззат оты біресе күйдіріп, біресе жандырғандай. Айсұлудың бар ойы осы ырғақ бітпес екен, осы күй үзілмекес екен дегенге сайды. Асынып, қайнатып, тұла бойындағы сезім түйіршіктерінің бәрін оятып, тәп-тәтті әлемге сүңгіген сайын, ақыры не болар екен деген әлде бір үркесік сезімнің жетегіне орталап жатып, буын ақыған азаматтың буы кебердегі әрекетіне бүкіл жан дүниесімен кірігіп кеткендей еді. Толған айдың толықсып, толарғанына шейін талықсып жатып, жан дүниесін шарпыған ала отының дәргейіне шыдай алмастан мама деп шыңғырып жібергенін біледі. Арғы жағы не тұман, не күмән секілді. Еркектің маңдайынан иіскеп, өзің бір керім келіншек екенсің деп
еміренген даусына жүзі нұрланып жатып, екі көзіне үйірілген жастың ағына ерік берген. Жаны жусап, тәні бусап қалғандай. Мұндай да болады екен ау. Келіншектің көрпесін қымтаған ақын, сен туралы өлеңімді келесі кітабыма қосамын, деп күбірлеп жатты. Самат бақтада жүргенде 94-тегі әкесін көшеде өтіп бара жатқан КамАЗ қағып кетіп, бұлардың шаңырағына қайғы бұлты үйірілді. Әке жаным-ау деп анадайдан аңырап келген Саматқа жұрт болған жайды ертесіне жаназа намазының алдында ғана естіртті. Бәсе, әне бір кісілер бейтаныс, бұлар неғып жүр десем. Самат кешірім сұрай келген автобазаның адамдарын зираттан келген бетте жаппай тізерлетіп отырғызып қойған еді. Әкесінің 70-сін, 40-ын, 100-ін, тіпті жылында айыпты тарап көтерді. Ішеді, ішкенде де түбін түсіріп өлтіріп ішеді. Қубас Самат дегенмен деп дауысы тығылданып жылайтыны да бар. Кешқұрым аудан әкімнің орынбасары жылт ете қалған. Айсұлуды айналшықтап жүрген көрген. Ол байғыз күйеуім не дейді дегендей Саматтың жүзіне имене қараған. Барып кел, ато сұрогың өтіп кетеді, деп Самат былш еткізген. Тек Құдай үшін ішпеші, бір үйден бір адам ішше жетпейді ме? Ол да біледі, білгенде қайтеді. Кейде тапқаныңнан 1000 теңге бере тұршы деп шиланып, ақтарып, сүмереңдейтінін қайтесіз. Айсұлу әр отырыстан қызара бөрті борлады. Кейде аяғын баса алмай, буын-буыннан әлгетіп, қылжаң тартып қайтады. Жоғары жақтан мейман келді десе болды, зәмәкім жетіп келеді. Неге екені белгісіз, мейман келді деген хабарды естіген сайын селдетіп, баяғы ақын діздейді. Оны парламент депутаты ретінде теледидардан 2-3 рет көрген, ақиқатты айтсын деп, тіл берген деп, сыңқылдаған даусын соңғы рет естіген Айсұлу ғана шығар. 5 жыл депутат болып жүріп, елдің жайы туралы бір ауыз сөз айтқанда жоқ. Бірінен кейін бірі кітабы шығып та жатыр. Айсұлуға арналған бір өлең жоқ. Айсұлу оңашада отырып алып, айнаға қарайды. Баяғы ажар күркі солғын тартқан, жүзін мұң басқан. Мына дүниеде ешбір қызық қалмағандай. Іші күйікті коньяктың қышқылтым дәмі баса бастағандай. Мәртебелі меймандардың бәрі де келіншектің сұлулығына қызыққыш, бұрын әйел затын көрмегенде еріккіш. Оралының барында ойнап күлуге негізі кәсібіне айналысатын қу жалғанның Мәжнүн талының жапырақтары да жұлым-жұлым. Асқар сол үйленбеді. Астанаға құрылыс бригадасымен жұмысқа кетті. Аз-маз табысын араққа жұмсайды. Әбден қызған кезде айтатыны бір-ақ ауыз сөз. Деген құстың ясын көрдің бе? Саматта еш жоқ. Оған бәрібір секілді. Аузынан арақ иісі бұрқырап отырып, жаңа әлгінде айтқан сөзі. Әй қатын, енді мына 90-ға жеткен шешемді де жолдың бойына шығарып қойсақ қайтеді? Олай-бұлай өткен КамАЗ қағып өтсе, жерлеуге керекті жарақтың бәрін реттеп алар едік. Теледидардан осыған дейін 10 жақсы орыс патшасының басын жұтқан Алла Пугачева әндетіп жатыр. Жизнь невозможно повернуть назад. Бұралаң болса да, өмір жолын кері бұрудың еш амалы болмағаны ма?